Атамның үйінің жанында ескі құдық болды. Есімде бар кезден бастап ол құдықтан ешкім су алған жоқ. 10 жыл бұрын да, 20 жыл бұрын да, тіпті 50 жыл бұрын да емес. Атам ол құдықта ешқашан су болмағанын айтатын. Ал әжем бізді қорқытып, сол құдықта Кикимора тұрады дейтін. Вера, Болат және мен Кикимора деген атауға күлетінбіз. Бірақ бір күні әжем сол құдық туралы қорқынышты оқиғаны айтып берді. Атам бұл үйді 1952 жылы салған екен. Әжем тұрмысқа шығып, осы жаңа үйге көшіп келген. Ол кезде орталық су жүйесі болмаған, сондықтан әкем терең құдық қазған. Бірақ қанша қазса да су шықпаған. Содан құдықты жақсы күндерге деп бөренелермен жауып тастаған. Суды үйдің жанындағы ортақ колонкадан алып жүрген. Біраз уақыттан кейін түнде біртүрлі жағдайлар бола бастаған. Біреу түнде құдықтың ішінен бөренелерді жұлып шығаратын болған. Тауықтар, кейде тіпті қойлар жоғалып кететін. Ал кейде оларды аулада тура бөлшектеп тастап кететін. Әжемнің айтуынша бұл өте қорқынышты көрініс болған. Атам Кикимораға сенбей, құдықты көміп тастамаған, су шығады деп үміттенген. Бірақ бір түнде, дәлірек айтқанда таңға жақын, әжем құдықтан бір жаратылыстың шығып келе жатқанын көрген. Оның терісі өте боз, сүйегіне дейін жұқарып көрінген, саусақтары ұзын әрі қорқынышты болған. Сипаттамасына қарағанда ол қазіргі Дрейк немесе Дрейкманы деп аталатын жаратылысқа қатты ұқсайтын. Құдық көп жылдар бойы солай тұрды, көмілмеген, бірақ емен тақтайлармен жабылып тұрған. Атама да әжеме де өлім келген соң құдықтағы әлдебір нәрсенің бар екені ұмытылды. Әкем бұл оқиғаларды ешқашан естімеген. Кейін бұл үй біз үшін жазғы демалыс орнына, саяжайға айналды. Бір жазда қалай болғанын білмеймін, бірақ Влад екеуміз сол құдықтағы жаратылысты өз көзімізбен көруге бел будық. Әрине, біз ешқандай камераға сенбейтінбіз, бәрін қалжың көрдік. Бірақ Риді камераға түсіргіміз келді, әсіресе Ресейде. Сол күні ата-анамыздан үйдің жанында шатыр тігіп, далада түнемекке рұқсат сұрадық. Әкем қолдады, ал анам қарсы болды. Біз әлсіз ескі шамды жағып қойдық. Тым болмаса бірдеңе көрінсін деп, Влад жаратылысты тарту үшін бір кесек шикі ет ұрлап алды. Түн болды, ата-анамыз үйдегі жарықты сөндірді. Біз етті құдықтың тақтайларының жанына қойып, шатырға кірдік. 2 сағаттай ештеңе болмады. Влад чипсын жеп бітіріп, ұйықтап қалды. Мен әрең көзімді ашып отырдым. Кенет тақтайлардың қозғалған дыбысын естідім. Қорқыныштан қатып қалдым, дем ала алмай қалдым. Владты ояту керек еді, бірақ қозғалу қорқынышты болды. Бар күшімді жинап, оны ақырын ояттым да, ернімді басып, құдықты нұсқадым. Владтың көзі бақырайып кетті. Біз тынысымызды да шығармай тұрдық. Жүрек соғысымыз тым қатты естілетіндей көрінді. Біраздан соң Влад сыбырлап, егер ештеңе болмаса, неге мені ояттың, деді. Ол сенбей, кенет шатырдан жүгіріп шығып кетті. Мен оны аяғынан ұстап үлгермедім. Қорқыныштан дірілдеп тұрсам да артынан шықтым. Влад жоқ. Мен қатты қорқа бастадым. Сол сәтте ол артымнан шығып қатты күлді. Ол мені алдап жатыр деп ойлап, тікелей құдықтың ішіне барғанын айтты. Ал ет жоқ болып кеткен еді. Влад мені етті жасырып қойдың деп айыптады. Өзінің қорықпайтынын дәлелдеу үшін құдықтың ішіне қарамақ болды. Мен оны тоқтатуға тырыстым, бірақ ол тақтайларды алып тастап, төмен қарады да қатып қалды. Мен не болғанын сұрадым, бірақ ол үнсіз тұрды. Ойын ойнап тұр деп ойлап, мен де жақындап құдықтың ішіне қарадым. Төменде біреу отырды. Ол шикі етті шайнап отыр екен. Қорқыныштан айқайлай алмады. Влад бір орнында қозғалыссыз тұрды. Мен бар даусыммен айқайладым. Әкем үйдегі жарықты жағып, шамалып жүгіріп шықты. Мен құдықты көрсеттім. Әкем төменге жарық түсіргенде Владты көрді. Ол құдықтың ішінде жатты. Қолы сынған, денесі көгеріп, тырналған еді. Өте сәттілікпен тірі қалған, әйтпесе өліп кетуі мүмкін еді. Әкем біздің сөзімізге сенбеді. Влад өз ақымақтығымен өзі құлап кеткен деді. Ертеңіне құдықты көметінін айтып, ешқандай рек жоқ деді. Ол шынымен құдықты көміп тастады. Мүмкін ол жер астындағы үңгірлермен байланысты болған шығар. Сол арқылы жаратылыс жер бетіне шыққан болар. Бірақ біз оны көрдік. Ол бар. Ресейде оны басқаша атайтын шығар. Бірақ ол анық рейк, адамға ұқсас жаратылыс еді. Бұл оқиға өмір бойы есімізде қалды. Ал әжем дұрыс айтқан екен.